Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында міне осындай лаваштан бір керемет бір бесікке шайға түспастар жасайын деп жатырық. Соны сіздермен бірге бөлісейін деп. Менде осындай үйде лаваш бар екен. Осыны мінекей қазір үлкен болса біреу ғана жетеді. Менде осындай кішкентай. Қолдан жасайын десеңіздер өздеріңіз білесіздер. Менікі мынау дүкендікі болып тұр. Енді бүгін қолдан жасамай ақ қояйын. Дүкендікінен бір көрсетейін деп тұрған ойым бар. Осыны бір біз қазір бүктеп, кәдімгідей біз қолдан лапша кесіп жүрдік қой, сол сияқты осылай жасайсыздар да, осыны кәдімгідей бүйтіп кесесіздер ұзынша етіп. Бісміллә. Өйстіп мінекей. Соңына шейін осылай турап шығамыз. Мінекей, лавашымызды турап алды, кішкене арасын бүйтіп ашып, шамалап нетіп қояйық. Қопсытып, кішкене бір-біріне жабысып қалмасын, бүйтіп қояйық. Енді оған шейін біз үстіне салатын помидорларымызды, жұмыртқаларымызды дайындайтын боламыз. Енді оған мінекей менде 3 жуылған жұмыртқа бар осындай. Үш жұмыртқамызды жақсылап араластырып алайық. Кішкене сарысы, ағы кішкене аралассын. Одан кейін біз осыған мен енді шай қасықпен толтырмай, мен қасығым кішкентай, тұз салдым. Оған қара бұрыш саламыз. Тағы жақсылап араластырып жіберіп. Одан кейін бізде қазір сүтіміз бар. Бір 250-200 граммдай болады. Бәрібір қандай сүт болса да, үйдікі болсын, дүкендікі болсын. Жақсылап араластырып аламыз. Екі боқ қалды. Жуылған 2 шағын помидор. Егерде болса, үлкен бір помидор да жетіп жатыр. Менде осындай 2 шағын помидорлар осындай шағын екен үйде. Сондықтан да мен осылай екеуін турайын деп жатырмын. Осыны енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен енді осыны кішкене түрпішті қылып турайын деп тұрмын. Осылай етіп, тәтті бұрыш, болгар бұрышы болса, ондайда қосуға болады. Тіптен болмаса енді осылай помидормен де жасауға болады. Ал неке 4 ас қасықпен 4 ас қасық сұйытмаймыз. 1, 2, 3 болды. Ас қасық жетеді шығар. Сіздердің табаларыңызға байланысты шығар, енді өте майлыда болып кетпесін. 3 ас қасық сұйытмайды қойып, енді кішкене жан-жағына жағып жіберейік. Салғанда жабыспасын лавашымыз. Жан-жағына кішкене тигізіңіздер. Мінекей болды. Енді жаңағы тураған лавашымызды бісміллә деп сковородкамызға саламыз, табамызға. Бісміллә. Бұнда енді піспей қалатын ештеңе де жоқ енді. Мына лавашымыз піскен, жұмыртқа дегендеріңіз қазір де піседі. 5-10 минуттың ішінде бісміллә деп салып, кішкене әдемілеп бейтіп жан-жағына тигізіп, қазір бұдан бұл нан сияқты болып шығады ғой. Осылай жасап алдық. Енді үстіне жаңағы біздің жасағанына жұмыртқа мен сүтіміз бар ғой. Соны бісміллә деп үстіне ақырындап құйып шығамыз. Жан-жағына бірдей қылып бейтіп. Осымен бұл біргетін болады. Мінекей құйып шықтық. Толығымен менде мындай көк жуа бар, көк жуаны да турай салайын деп жатырмын. Кішкене түспесін, дәм берсін деп. Көп қылмай, азғантай ғана турай салыңыздар. Болмаса керек емес. Мен жай өзім кішкене түрі кішкене әдемілеу болсын деп. Жетіп қалады шығар осына бері. Жаңа помидорымызды бісміллә деп толығымен салып шығамыз.
әдемі шығып жатыр. Жұмыртқаның иісі шығып жатыр. Салыс жақтық. Енді мен жай кішкене сән берсін деп мына шамалап азғантай бүйтіп саласақ. Укроп, петрушка, жаңағыдай ақ желкен дейміз ғой, сондайлар болса да қоса салуға болады. Менде қазір қолда не бар, соны салып жатыр. Болмаса салмай ақ қойыңыздар, мен жай өзім салып жатырмын. Ал құрметті көрермендер, осындай менде үйде сыр бар. 100-150 грамм ба, енді көп керек емес. Мынандай теркадан өткізіп, жаңағы помидорымыздың үстіне саламыз. Неке сыр өте көп емес, уақыт күштен өткізгеннен кейін кәдімгі көп сияқты көрініп тұрғанша көп сырды қажет етпейді. Сыр бәрібір қандай болса да, неке осылай бетіне салып, жан-жағына да тигізіңіздер кішкене. Мен өте уақыттан өткіздім, кішкене барлығына жетсін деп. Енді табамыз жауып, бір баяу отқа қоямыз, бір 10 минуттан кейін дайын болып қалуы тиіс. Ал неке 10 минут өтті, ровно 10 минутта піседі екен. Арасында бетіп астын бетіп бақылап қойдым, жаңа бір ашып. Неке асты бәрі керемет болып пісіпті. Енді осыны біз қазір сковородка немізге тарелкамызға аударамыз. Қандай күшті. Балаларға пісіріп беруге болады. Өзімізге де анда-санда қараңыздар, қандай керемет. Неке енді осы кереметімізді кесеміз қазір. Бір шетінен ғана, өзіме ғана кесе алсам бекен, жеуге. Мұнда дегустация жасайтын менде адам болмай жатыр. Мәссаған, қандай күшті. Қазірде 10 минутта ғана дайын болды, құрметті көрермендер. 10 минутта осындай керемет. Неке қараңыздар. Ал неке керемет бүгін лаваштан пицца дайын болды. Енді дегустациясын өзім жасайын деп жатырмын. Бисмиллахиррахманиррахим. Аш жегім болып кетті, тоқтамай. Қазір жейін видеодан кейін. Өте керемет, қараңыздар, жасап міндетті түрде көріңіздер. Жұп-жұмсақ, тәп-тәтті, балалар сүйіп жейтін ас мінеки тағам жасап көріңіздер, сосын жазып кетіңіздер астына қалай болғанын. Ал құрметті көрермендер, бүгін сіздермен бірге осындай керемет пицца дейін ба, лаваштан дайын болды. Түрін қараңыздар, өте керемет. Осылай балаларыңызға, үйдегілерге жасап беріңіздер, міндетті түрде маған подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.